Пайзыл, барда Гүлбабадан пісте алып келші. Қойшы, өзім бар қойшы бар. Жүр, онда бар бірге алып келеміз. Ауылдың ең күштісі осы кез. Малдар жайлауда көлеңкелеп отырып алып пісте шағып. Ауылдан қалған кез жатқандар тамашалап. Жігіттер кешке аспай тамашалап сайыншы. Есік алдынан келіп алғандаршы ысқырып. Сәуле, сенің үйге келіп көмектескенің қандай жақсы болды. Әйтпесе өзгермейтін еді. Я кешке уақытта көмектесуге дайынмын ғой. Ақылым айтқан, заттан тезірек үйге қақсайық. Біздің балдар отыр. Класстастар магазинге шықты ғой. Амандаспайды ғой. Өздерің амандаспайсыңдар ма не? Қалайсыңдар қыздар, демалыс қалай өтуде? Жақсы, өздеріңде? Бізде сол қой кезек демалуды білмейміз ғой. Магазинге шықтыңдар. Сол Гүлжандар үйлеріне қонақтар шақырып жатыр екен. Онда жігіттер кешке барып кетекті анауына жеп. Бека, кішкентай байларға ұқсамаш. Жігіттер, не аласыңдар? Сені? Пайзыр, қойшы. Бізге бір пачка пісе бере салшы. Міне ал. Рахмет. Ақшасын кім төлейді? Ақшасын Айбектің ата жаза салшы. Айбекке айтыңдар, қарызын төлеп кетсін. Бірақ сөзім өндірген көзің ғой. Так. Не, түспейсің ба сен? Осы біздің конечно остановка. Сен затың бар, Болды. Оппо, жеге анан қарсыңдаршы. Ауға жағыңыз кетті ғой. Кән, күні үйіне кіпті. Айлин, Ақпат! Қалай жақсы жеттің ба? Рахмет, жақсы жеттім. Кеттік еге? Оппо, Абдулат амине келіпті ғой. Үй кәдімгідей өзгеріп кетті ғой, Есіңде ме, сіз келген кезде мыналардың ешқайсысы жағайды? Сен кіп кішкентай қыздардың өзі қалсын. Сіз де қатты өзгергенсіз. Ата-апаларың қайықта? Кішкентай үйде болу керек. Кеттік. Пайзыл, айналып қайтып магазинге келдік. Бар іштен пістеп шықшы. Қойшы, қайдағы пісте? Енді? Негізі Гүлбала жақсы қыз. Брат, айта салшы, ұнайды ма? Жоға? Брат, мен білем ғой. Айта салшы. Не білесіңдер, жігіттер? Айтсаңдаршы біз де білейік. Ештеңе? Айтпайсыңдар ма? Айтатын ештеңе жоқ қой, болса айтамыз ғой. Жарайды. Неге жүрсіңдер? Саған келдік. Жай өтіп бара жатқанбыз. Сақан сөйіп кетсе болады ғой. Қызық екен өзі. Осы, Айжан, қызың құлақ келе жатыр. Сендер өште шықпайтын болсыңдар, қайдан келе жатсыңдар? Біз Пайзылдың ғашығынан. Қайда кетіп бара жатыр? Клиент жазып кетті бар ғой. Қалайсың, Гүлбала? Қаладан ауылға қыз келді дейді, көрдің ба? Жоқ, көрмедім. Көргенсің ғой, бүкіл таксистер осы жерге келеді қаладан. Кеше не өпті? Магазиннен шықпаймын ғой мен. Ауылды ішінде жүріп бәрін білем ғой. Жұмысың сол ғой енді. Айтпашы ол, Абдулат амине кетті. Мен кеттім сол жаққа, мен саған келесін айтам. Ұмыт кетпей кел. Ең соңды айтпашы маған. Жарайды. Мақпал тоқтатайды. Мақпал қайда шықтың? Атамның үй жағына. Үйленуге келген қызым. Раушан әпкем бар ғой, әкемнің қарындасы, соның қызы. Жиенді? Қай жылғы болды? Не істейсіңдер ол? Сұрап жатырмыз да. Сендермен жасты қалада оқиды. Қаланқыды. Болды, қалыңдар, мен кеттім. Бека, кеттік идея бар. Біздің ауылға жаңадан қыз келсе, барлық балдар жабаланып кетеді. Айтпа, жаңада ауздарынан су аттым күлмейінде. Мақпалдардың үйіне барлығы жиналып алып кешке жақын. Ол қыз маған сауын алған жоқ. Бізге кім ұнап еді олса? Айдам, жанын алдың ғой, қайдан шықтың, Айбек? Қалайсыңдар қыздар, кім жауындап баратсыңдар? Ешкімді. Айбек настай тұршы. Жарайды алып кел. Айбек саған ұнайды дейді. Тұр, қайдағын айтып тұршы. Некеше? Айбек қайсыңа ұнайды? Ешкімге? Сорлай сақтақтан шықтың? Жандарында келе жатырмын ғой. Айтпашы, қаладан қыз келді дейді ғой. Әдемі. Бізге жетпейді ғой. Саған бар? Сен мынау айран жауып жүрген бетіңнен қалам неше түрлі крем-прем жауып жүрген қыздар әдемі ғой, айналайын. Тоқташы, бізде крем-прем жаға аламыз атақ. Айран несі?
кезектің сау, ой. Айжан, сен жұмысын жоқ па? Баршы барып бізде крем-прем жағамыз, атап табиғи нәрсе жағамыз. Жағын жақ, жағуға болатын жерге жақта дұрыстап. Сау болыңдар, мен кеттім. Айбек, той. Айбек, тоқташ. Қой, сапан, қой. Бәрі. Бәрін қақтан келе жатсыңдар. Біз бә пайызлың қашығынан. Қойса, ұятқа қалдырдың онсыз да. Жеги. Ана бөтен қыз бар ғой, соң үй жағына бар қайтадық қой. Ой, онда барғанда не істейміз, танымаймыз да ғой. Бірінші танысу керек қой онда. Давай кім бірінші танысаш? Енді сенің айтқаныңды орындаймыз ба? Мен тоңызың ғой, таныса алмаймын. Вот, соны үйрену керек қой. Жігіттер, болатын сәт айтсаңдаршы, не кішкентай бала сияқты. Сен қатыспайсың ба? Жоқ. Ой, үстіп кетесің ғой. Қоймадыңдар ғой, кім бастайды ал? Мен ең соңында танысамын. Қалаңыздармен қай танысадыз? Кетті ме? Привет, сәлем. Привет, қалайсың? Сенімен танысам дедім. Менің атым Бекзат. Сенің атың кім? Сенімен танысам дедім. Құлақ естімейді ау деймін. Қайдан жүріш келе жатсың? Ешқайдан не аласың? Айтсай? Ана бөтен қыз емес па? Ой, не? Кім? Жоқ, ол емес. Қойшы, ана бөтен қыз ғой. Кеттім мен араласып. Мен осақ бәрімен араласқысы етіп. Бека кешікті ғой чота. Тасы қыз қотын жүр. О, міне Беканың өзі де келді ғой. Чотам таныстың ба? Түріне қарсай, таныс болған сияқты ғой. Ой, Тормыз-ай. Ой, оны сен айтпай қойша. Жігіттер, негіз ол қызбен танысудың керек жоқ. Неге? Ол қыздың негіз құлақ естімейді ғой. Қойш, рас па? Артынан сөйлеп баратын үндемеді, тағы да сөйлен үндемеді. Сөйтіп артына қарады, менне қарадым, бетіме қарап тұр, мен де бетіне қарап тұрдым. Сөйтіп екеуміз бір-біріміздің бетімізге қарап тұрдық. Сөйтіп мен тағы бір сөйледім, үндемеді, артыма қарадым, қас. Ой, шыма. Ол қыз сөйлей алады, құлағы да естиді. Келген кезде Мақпалмен сөйлесіп бара жатқанын көргем. Мұқаш, өзің көресің ауында. Мен оны жазып жіберем. Түсінен ба? Ондайда менде дәптерім үлчіка дайын тұр ғой. Қуасың ба, ондай емес. Мен оған хат жазам деймін. Ондайға да бола береді, просто үстіндегі заявление деген сөзін өшет бастасаң болды. Болдым. Жеги мен почеркім жаман еді. Мен жазбайым. Мен жазсам, оның үстіне полициялар іздеп барады. Айбек өзін жазасың деймін. Зарет алып қой. Сендер ойларың ұстайсыңдар ба? Сәлем хат дегенде ортасынан жазбайсың ба? Кәс. Ой, көрмесе болмайды. Мана осындай кезде ешкім ойнауға шықпай кетеді. Мақпал? Сен не істеп жүрсің? Мақпал, саған өтінішім бар еді. Қандай? Нахатты осы үйге қыдырып келген әпшең емеш. Жарайды, бірақ құрғылға бата жүрмейді ғой. Сенде кіп кішкенде болды. Мына шыққан саған онда. Рахмет. Бар, сен кір, мен қарап тұрам. Сен қайдан келесің? Күләш апа ненен ойнап келе жатыр. Қолыңдағы қағаз ба? Иә. Берші. Сен бар, мамаға көмектес шығай ма? Чотам таныспадың ба? Сәл қалып еді, ағақ шығып бәрін бұтышын жарды. Зор бопты ғой. Негізі деймді, осы қыз маған бұйырып тұр ау. Сен бірінші танысып алшы, сосын айтасың. Ой, кетті, мен онда барып танысайын. Так, не істесем болады? Қалайда мен бұл спортты жеңуім керек. Так. Әне, ана қыздың өзі келе жатыр емес пе? Дәл сол қыз ғой. Не істесем болады? Інім. Тез бері кел.
Кел. Короче, артында келе жатқан қызды көріп тұрсың ба? Қазір сол қыздың көзінше маған өтіріктен тиісіп жатқандай боласың. Түсіндің бе? Ағала бата жүрме. Сен де кішкентай бала болып. Қане? Мә, келешкін. Бірақ ашылған. Көп жеген жоқпын. Алма. Түсіндің бе? Қане, өзі келе жатыр. Қане. Сен жүрші ме? Сен не істеп жатсың? Тиіспе кішкентай балаға. Әлі жеткені осы болды ма? Жоқ негізі. Жүр. Еш жерің ауырған жоқ па? Жоқ. Кеттік, мен сені үйіне апарамын. Жотаң пана таныстың ба? Ой, болмады. Ұрысқақ екен өзі. Енді екеуің қайсыңмен таныса деген? Чодан Байзил көресің ба? Айбек көрсін да? Жоғы. Айбек ең соңында көрсін да? Кеттім мен онда. Атын біліп, танысып кеше кездесуге шақырып қайтам. Удачи. Байзил, түріңе не болған? Итке табанғансың ба? Өзінше болып кетіп едің ғой бір. Мақтан болу керек та. Енді таныс бастап атқанбыз негіз. Иті босанып кетсе бола ма? Танысың аты кім ал? Аты... Білмейсің да қуатын. О, жігіттер. Түріңе не болған, Байзил? Ит талағына шамасы. Бөтен қыздың үйіндегі ит емес па әйтеуір? Сол сияқты ғой, қолында гүлі бар. Бұл гүл басқа қызға. Гүл балаға ма? Қаш кеттік. It sound right, boy. Түріңе не болған? Саған келе жатып итке таландым. Гүл маған ба? Саған. Алмаймен, нормально алып келсең болады ғой. Басқа не айтасың? Еш нәрсе? О, нағыз мәз ғой, гүлдігім бер. Айтпаймын. Ой, айтсайшы. Айтпасаң да білем, Байзил ғой. Қайдан білесің? Білем ғой, білем, бұл ауылда менен ешкім ештеңе жасыра алмайды. Ол рас, бірақ ешкімге айтпа. Ойбай, мен кімге айтам? Ары барса 2 адамға айтам, 2 адам 4 адамға, 4 адам 8 адамға. Осылай кете береді ғой. Айжан, құрбымсың ғой, ешкімге айтпаш. Насаған. Болды. Оу, мына гүл таныс қой. Біздің огородтан алынған ғой бұл. Кетті мен Байзилдің жанын шығарайын. Айжан, ешкімге айтпа, сөзіңде тұр. Болды, айтпаймын ғой. Айлен әпке ауыл ұнап жатыр ма? Я, таза ва, тыныштық. Сізге тыныштық болғанмен ауыл малдарына тыныштық жоқ қой. Түсінген. О, Айбек аға. Мақпал. Айлен әпке, мен сізге ауылды аралата алмаймын. Маржан үйіне баруым керек еді. Айбек аға, сіз көрсетіп шығыңызшы. Жарайды. Менің есімім Айбек. Айлен. Жүре ғой ауылда. Ауылы жақсы ғой. Қалада түтіннің арасында жүресің. Ал ауылда таза ауа. Я, ауылда жақсы, таза өнімдер, табиғат. Ауылда аса-қатты қыдыратын жерлер жоқ, бірақ қырлар, таулар, әдемі баулар бар. Айлин саған ауыл ұнап жатыр ма? Я, ұнап жатыр, таза ауа, тыныштық. Ауылда тұрғың келмей ма? Тұрғым келеді, бірақ кейбір мәселелермен тұра алмаймын. Шөлдеген жоқсың ба? Я, аздап шөлдедім. Жарайды, алып берейін, жүре ғой. Біздің Айбек пысық деймін да, я? Қаладан келген қыз өзіне қаратып апты ғой. Ну, ничего, шыдан соң кететін шығар. Я, кетеді ғой. Қайда барады? Қаласына кетпей. Жүрістерін қарсайшы. О, Айбек. Сен шыға тұр, мен қазір өзім алып. Қанша болды екеуі? Қарызға ма? Қандай қарыз, міне? Қыздарға келгенде ақшалар бар әйтеуір. Түсінбе.
Сенің қарызың бар деймін. Байзыл мен Кана үнемі сен атына келіп қарыз алып кетеді ғой. Мен қас келем Гүлбала. Лақтырып кетпе, Айбек. Сәттен мен қас келем. Мен қарызымды айтсашы. 9000 теңге. Қас төлеп кетем. Қарап тұр. Енді кет. О, қыздар, жайғасып отырып апсыңдар ғой. Отырмағанда не істейміз? Екеуінің қолдарын удай бас, баса не істейсіңдер? Ой, біз де жұмыс жасаймыз ғой. Екеуін қатырып та жұмыс жасамайтын шығарсыңдар. Сен оны қайдан білесің? Қара көз апаның үйінде тезекте асар болып жатыр. Сендер мұнда отырсыңдар. Ой, олар біздің үйге келген де жоқ қой. Сен бірінші барсай сосын келеді да. Ой, қойшы кеттік. Олармен отыра алмайсыңдар ғой. Иә. Шәтіге өзіміз отырмыз. Кел отыр. Рахмет. Оқасы жоқ. Әйел осы сен ауылда тұрғың келмей ма? Тұрғым келеді, бірақ ата-анам жұмысына байланысты тұра алмаймын. Бірақ қалада да жақсы достарым бар. Иә, сенікі де дұрыс шығар. Чоғдам, Айбек кедергі самадық ма? Жоқ. Екеуің бір жарастысыңдар ғой. Айлин таныс қой, бұлар менің достарым. Мұқаш негізі Мұхтар. Бека негізі Бекзат. Кана, негізі Қанат. Байзыл негізі Байзыл. Байзыл, қуаныштым. Байзыл? Неге менің атымды естісе бәрі күле береді? Ренжіме, саған айтқаным жоқ. Енді біз Айбектің айтқанын орындаймыз ба? Бірінші қызбен таныс болған жоқ па? Қалай? Түсінбедім. Айлин, сен негізі бәрі дұрыс түсінбедің. Біздің арамызда ешқандай спор болған жоқ. Дұрыс түсіндім. Айбек, сонда сенімен спортшың дос болдың ба? Сау бол. Айлин, тоқташы. Бірақ кеше шпайқыма айтып қойдың. Сені де дос дейді ау. Айлин әпке тыныштық па? Мен қалаға кетем. Не болып қалды? Маған такси шақырып берші. Бұл жаққа келетін такси жоқ, стоянкаға бару керек. Онда өзім ақ барам. Мұны тез арада Айбек ағаға айту керек. Айбек аға, Айлин әпкем қалаға кетпекші. Не? Қазір үйде ма? Иә, тоқтатыңызшы. Жүр. Қайдан ауылға қыз келіпті? Сонымен танысуға керек. Қайда шықтыңдар? Заттарымды сумкаға салып алып, қалаға шықтық. Қалада не бар сендерге? Крем-прем ауылға бара жатсыңдар ма? Біраз сонда болармыз. Мүмкін көріс оқимыз. Сендер оқып жарықпайсыңдар ау? Одан да ауылда тезер жасап жүргенден жарысады сендерге. Айжан, дұрыс оқысын, көздері ашылсын. Іштерің күйіп тұр ма? Сендерге не деп ішіміз кет? Одан да сендер кеткендерге қуанамыз. Сау бол. Сау болыңдар. Мен кеттім. Ана екеуімен настроениям бітшін шығарды. Ертең саған келем, Гүлбала. Болыпты. Сәлем Гүлбала. Сен бар. Мені күтпеген екенсің ғой. Сені күтсем де, күтпесем де бәрібір емес пе? Бәрібір емес. Кешке боссың ба? Иә. Такси. Бір екі адам болса да, балон алады. Зимний балам желініп кетті ғой. О, қалаға ма қыздар? Қалаға. Ой, отырыңдар, бір екі адам керек еді, как раз кел отыр. Сендерден екі адам алып, тұра жүреміз. Жалғызсың ба? Конечно болады, 1000 теңге бересің, алдына отырып барасың ғой, VIP салон ғой. Такси. Немене бәле? Бүкіл адам такси өтіп кеткен ба? Джиптер мен ол жақта жүр ғой. Бір адам болса, қалаға бір адам шығып кететін. Қайтып қаладан бері адам шығып. Саламатсыз қалаға жүресіз ба? Ой, конечно жүрем ғой. Бір адам керек, как раз кетіп отыр. Қазір шығып кетеміз. Әкел жүгін да. Қазір жүрдік па?
Ашыққа отыр кән. Өзім ашып кешесің. Кән отыр. Vay, қаладан не қайтып келді десем, қала қайтып баратын болса шақырасың ба? Молодец, ей. Яна кім баласы емессің ба? Молодец. Айли, сен кетпегенсің бе? Жоқ, кетпедім. Қанша күнге қалдың? Күнге емес. Енді? Енді мен ауылдан қызым.